Бүгін мынандай қызық есеп қарастырайық. А матрицасы берілген, осы А матрицасының 10-шы дәрежесін есептеу керек. Біз бұны үш әдіспен көрсетеміз. Бірінші әдіс қарапайым әдіс. Яғни А-ны өз-өзіне көбейтсек А квадрат, А квадраттағы көбейтсек А куб, сол сияқты А-ның 9 дәрежесін А-ға көбейтсек А-ның 10 дәрежесі деген нәтижеге жетеміз. Бірақ бұл тиімді әдіс емес. Біз екінші әдісті қарастырайық. Екінші әдіс екілік дәрежелеу әдісі. Бірінші әдістегі сияқты А-ның квадратын есептеп аламыз. Бірақ одан айырмашылығы ендігі кезекте біз осы А квадраттың өзін пайдаланатын боламыз. А квадратты квадраттайтын болсақ, бізде А-ның 4 дәрежесі шығатындығын ескеретін боламыз. Енді алдындағы нәтижелерді пайдалана отырып, біз соның квадратын есептеп алайық. Сонымен А-ның квадраты бізге А-ның 4 дәрежесін берді. Ал енді келесі кезекте біз осы А-ның 4 дәрежесін квадраттайтын болсақ, онда бізде А-ның 8 дәрежесін береді. Және А-ның 8 дәрежесіне А-ның квадратын көбейтетін болсақ, онда бізде А-ның 10 дәрежесі шығады. Бізде бұл есептеулердің барлығы бар. Тек қана А-ның 4 дәрежесін квадраттау ғана қалды. Енді А-ның 4 дәрежесін квадраттап, А-ның 8 дәрежесін есептеп алайық. Есептеу нәтижесі міне мынандай болады. Сіздерге сұрақ, осы жерде кез келген матрицаларды көбейтуге бола ма? Жалпы кез келген матрицаларды көбейтудің шарты қандай? Сіздер пікірге жаза кетіңіздер. Енді А-ның 8 дәрежесінің мәні есептелді. Апарып жоғарыдағы формулаға қояйық. А-ның 8 дәрежесі көбейтілген А-ның квадраты. Енді нәтижесінде біз А-ның 10 дәрежесін алатын боламыз. Бұл бізде екінші әдіс. Енді үшінші әдіс, бұл бізде Келли-Гамильтон әдісі деген әдіс. Келли-Гамильтон әдісі матрицаның сипаттаушы функциясына негізделген. Алдымен матрицаның сипаттаушы функциясын есептеп аламыз. Немесе характеристикалық функциясын, ол характеристикалық анықтауыштан туғады. Мына жердегі лямбданың орнына, егер А матрицасын өзін қоятын болсақ, онда бұл көп мүшелік нөлге айналады. Яғни бізге А квадратты есептеуге А қосылған А деген формула шығады. Бұл бірінші формуланы біз А-ның 4 дәрежесін есептеуге пайдаланамыз. Бұл жерде А-ның квадраты болу керек, квадрат қалып қойыпты. Орнына апарып қысқаша көбейту формуласы бойынша есептедік. Сонда А-ның 4 дәрежесі 3А қосылған 2А. Бұл керемет. А мен бірлік матрицаның сызықтық тіркесі арқылы өрнектелді. Дәл сол сияқты А-ның 8 дәрежесін есептейміз. Ол А-ның 4 дәрежесінің квадраты. Дәл жәнегіндей қысқаша көбейту формуласына қойып, А-ның квадраты бірінші формула бойынша А қосылған А екенін ескерсек, онда А-ның 8 дәрежесі 21А қосылған 13А. Міне ғажап. Сонымен А-ның 8 дәрежесінде А мен А бірлік матрица арқылы, матрицаның сызықты тіркестері арқылы өрнектелді. Ендеше бізге А-ның 10 дәрежесін есептеу үшін А-ның 8 дәрежесі көбейтілген А-ның квадраты. Бұл да А мен бірлік матрицаның сызықтық тіркесі арқылы өрнектеледі деген болжам жасай аламыз, және оны қазір есептеп көрсетеміз. Нәтижесінде бізде А-ның 10 дәрежесі 55А қосылған 34А екен. Міне ғажап. Бұл Келли-Гамильтон формуласының бір ғажабы. Осы есептер ұнаса, каналға тіркеліңіздер, өздеріңіздің пікірлеріңізді білдіріңіздер. Сау саламатта болыңыздар.